Қымбатты мама. Көптен күткен хат пен посылканы тура алғы шепке жүргелі тұрған сәтте алдым. Бұл 1943 жылдың 10-шы қыркүйегі еді. Өзіме бірақ алма тисе де мен қатты қуандым. Кішкене сыйлықты мен сияқты күткен жауынгерлер мен командирлер талап кетті. Үлкен рахмет. Жолымыз сәтті болды. Ал қазір алғы шепте пулеметі мен фашистерді мықтап аңдудамын. Түнде мүлдем дерлік ұйықтамаймыз. Ал күндіз тынығамыз. Міне, қалт еткен сәтті пайдаланып, сіздерге де жауап жазып отырмын. Қымбатты әпкетай, бүгін күндіз сәл тынығайын деп жатыр едім, бірден ұйықтап кетті. Сізді түсімде көрдім. Жалпы қазіргі өміріміз көңілді. Фашистермен қару тілімен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Жеңіспен оралған соң айтатын нәрсе көп-ақ. Қолыңды қатты қысып, құшып сүйемін. Менің майдангер жолдастарым сәлем айтып жатыр. Қызыңыз Мәтшү.